Құрметті сайлаушылар, барлықтарыңызға сәлем бердім. Қазақта мынадай сөз бар, ұлағат сөз. Сенім сең бұзады, ол дүлей сұрапыл күш деген. Енді осының осылай екендігіне мен дәлел келтірейін. Ғұн тайпасының, Хунну деп аталған тайпаның қағаны Мөдехан, оны көпшілігіңіз білесіздер. Мөдеханға айтыпты: сіздің қолыңызда 3 зат бар. Халықтың сенімі бар, азық-түлік қоры бар, мол, әскеріңіз бар. Осы үшеуінің қайсысын жаңағы екеуін ғана қалтырасыз, қайсысын алып тастайсыз дейді. Керек емес қыласыз деп. Сонда айтыпты: әскер керегі жоқ, мен соғыс тілемеймін, соғыс құмар емеспін деп. Содан кейін екінші сұрақ қойыпты: егер осы екеуінің біреуін қалтырғанда не істер едіңіз деп. Ондалай Мөдехан айтыпты: мен халықтың сенімін қалтырар едім. Халық өз күнін өз көрер бір нәрсе қып деп айтыпты. Міне бұл жерде сенім деген күшті күш, сұрапыл күш. Енді бұны неге айтты дейсіз ғой? Қазір билік басындағы саяси элита дейміз бе, истеблишмент дейміз бе, шетінен өтірік айтатын болып шықты. Өтірікшілер түгел. Ол кейін қазір айтап жатамыз кім екенін. Мынау тарихта былай дейді: бұрын Ресейдің отары болған кезімізде 1905 жылы жаңағы 9 қаңтарда қанды жексенбі деген оқиға болған. Онда Петербург жаңағы жұмысшылары, шаруалары патшаға сенім артып, патша әлі бізге жақсылық жасайды деп, жексенбі күні 9 қаңтарда алаңға шығады. Сол кезде Гапон Поп деген патшаның жандай шабы жаңағы алаңға бейбіт келген халықты пулеметпен қырып, 400-ге жуық адамды қырып салады. Міне бұдан кейін Ресей халқының, жұмысшыларының сенімі таусылады билікке деген. Осының артында 1905-7 жылғы 2 революция басталады. Оның соңында 1917 жылғы революция ақыры жаңағы патша үкіметін құлатып тынады. Әуелі буржуазиялық демократиялық революция, февраль революциясы, содан кейін социалистік революция болды. Енді бұны мен сіздерге жаңағы сенімге байланысты айтып тұрмын. 19 наурыз 2023 жылы халықтың соңғы сенімі таусылды. Бұғанға дейін электораттың 85% сайлауға келмейді. Олар сенбейді. Әбден жүректері қан, бойларын сенімсіздік билеген біледі, олар келмеді сайлауға. Ал қалған 15-20% әлі де болса билікке сенім артты. Олар сайлауға келді. Жеке бір мандатты округтан сайлауға түсті. Алайда халықтың сенімі бұл жолы бычыт шықты, талқан болды. Өйткені көз бояушылық, сайлауға деген кедергі, жаңағы барлық әділетсіздік, сайлау тәртібін бұзу, бұл қылмыс болып табылады. Ол сайлауға жаңағы дауыс ұрлау дегеніңіз, ол 4 жылға сотталатын, заңмен қудаланатын жағдай. Міне осы сенімнен айырылды. Енді қараңыздар, өткенде Қошанов 20 күні наурызда біз әділ, адал күресте жеңіп шықтық деп бетіміз бақпай айтты. Ал кеше ғана 27 наурызда орталық сайлау комиссиясының жаңағы төрағасы Әбдіріп деген сүйкімсіз қылық көрсетті халыққа. Халықты мазақ етті. Өз халқын қорлады. Қалай дейсіз ғой? Ол айтты: сайлау бізде таза өтті, сайлау заңды өтті дейді. Ал енді анау ғаламторда жүрген мұқым халық куә болған жаңағы бассыздықтар, әділетсіздіктер, жалған бюллетень тастау, жаңағы өтірік тағайындаған депутаттар, бұларды кім, олар көрмеді дейсіздер ме? Көрді, біледі. Бұл зорлық, кезекті зорлық. Өйткені қазақ мемлекетінде иллюстрация деген заң болмаған. Еш уақытта жазалылар жазаланбаған. Мынау қағида бар. Ұлтты ірітіп
ірітіп, арандатып, оны талқандаудың екі жолы бар дейді. Жазықтыларды жазаламау, жазықсыздарды жазалау дейді. Міне, осындай күйге қазір түсіп отыр. Мен қазір алда айтамын, олардың біреуі Жанболат Мамай, Қазақстан халқының жаңағы оппозициясының бір белді мүшесі. Екінші азамат Әлнұр Ілияшев деген. Нұр Отанмен 3 жыл бойы соттасып, ақыры оны 3 жылға соттады. Саяси қызметпен айналыспа деп. Енді анау басқа да азаматтар бар, саяси тұтқын болып жатқан. Бұлардың барлығы болашақ отан үшін, қазақ халық үшін күрескендер. Енді осы жағдай бұл Қазақстан мемлекетін үлкен қатерлі кезеңге әкеп тұр. Өтірік айту, әсіресе мемлекет басындағы адамдардың өтірік айтуы, ол үлкен індет болып табылады. Ол қауіпті нәрсе, ол ауру сияқты жұқпалы нәрсе. Монотеизм дінінің жаңағы алғашқы пайғамбары данышпан Заратустра былай деп айтқан екен. Адамзаттың барлық қиыншылықтары алғашқы өтіріктен басталады. Әсіресе жаңағы билік басындағы адамдардың өтірігі деген. Міне қараңыздаршы. Шетінен өтірік айтады. Биліктің үш тармағындағы отырған әлгі жаңа азаматтар өтірік айтты. Енді мынау сайлауда әділетсіздік көрген үміткерлер, оның ішінде мен де бармын. Жаңағы жазған арыздарымызды қайтарып жатыр, қарамайды. Неге қарамайды? Онда айтады, орталық сайлау комиссиясы уже бекітті. Президент жарайды деді, келісті. Енді сендердің бұларың жүрмейді дейді. Құрметті азаматтар, қолданыстағы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің мынандай баптар бар. 362 бап билікті асыра пайдалану, 369 бап жалған ақпарат беру жасанды. 70 бап 370 әрекетсіздік. Міне 3 бапты да жасады бұлар. Сондықтан 3 бап бойынша бұлар жазалану керек еді. Ал біздегі билік өздерінің жаңағы қызметтік лауазымдарын пайдаланып, халықтың мұңын, халықтың сұранысына жауап бермей отыр. Олардың барлығын жоққа шығарып, жаңағы тоталитарлық режимнің 5 белгісі болады. Сол 5 белгісінің жаңағы 5-еуі де бізде бар. Бізде демократия да жоқ, авторитаризм де жоқ. Бізде тоталитаризм. Көрдіңіз бе? Халық биліктің көзі деген 3-ші бап бар Конституцияда. 33-ші бап бар. Мемлекетті жасақтауға халық қатысуға құқылы деген. Ал енді көрдіңіздер ме? Сонымен бірге 3-ші баптың 3-ші тармағында жазылған. Мемлекетті иемденіп кетуге бір адамға немесе бір топтарға заңменен жазаланады деп. Бұлар мемлекеттік билікті иемденіп отыр қазір. Міне, бұл жағдайда не істейміз? Қалай болады деген сұрақтарыңыз көп. Барлықтарыңыз жас бала сияқты шарасыздық күйге түсіп отырсыздар. Суға да, отқа да түсетін жағдайға келіп отырсыздар. Бұл жерде мен ғылым деген, ол ақиқаттың барометрі дейді. Мынау лидерліктің, топ бастаушылықтың, жаңа халықты адастырмай жол бастайтын адамдардың 4 типі бар. Оны ғылымды анау Плутарх, Геродоттан бастап жаңағы зерттеген. Мынау мен саясаттың оқулығы кітабым. Бұнда жазылады. Ғалымдар былай дейді. Лидерліктің 4 түрі болады. Туыстаушы лидер, лидер қызметші, лидер саудагер, лидер өрт сөндіруші. Енді мен сіздерге мысалмен айтайын. Бізде ондай лидерлер бар. Мысалы, туыстаушы лидерге 35 жасар, 34 жастағы Жанболат Мамай жатады. Жаңағы мен айтқан Әлнұр Ілияшев жатады. Сонау анау батыста жатқан Лұқпан Ахмадияров жатады. Міне бұл 3 азамат туыстаушы лидерге жатады. Бұлар митингіден де қорықпайды, олардың өзегі мықты. Олар ештеңеге саудаға салмайды. Олар халықтың мүддесі үшін, келешегі үшін, әділеттілік үшін күресушілер. Ал енді екеуі сотталып отыр. Сондықтан біз бассыз қалып отырмыз.
лидерсіз қалып отырмыз. Сіздер мынаны ойлаңыздар. Табиғатта да, қасқырлардың ұясында, бұғылардың табынында, жылқылардың үйірінде, айғыры болады үйірінде, қасқырдың ұясында арланы болады, бұғылардың басшылары болады тоже. Бұларсыз ол жануарлар ол өмір сүре алмайды олар. Міне көрдіңіз бе? Бізге де ауадай қажетті лидерлер. Мен жаңа 4 типін айттым ғой. Ал енді көпшілікке көрініп жүрген, осында халықтың мүддесін ойлап жүрген Ырысбек Сәрсенбай деген азамат бар. Ол өте оратор адам, шешен адам, жақсы сөйлейді. Бірақ ол туыстаушы лидер бола алмайды. Митингіге қатысады, бірақ митингіден жаңағы өз жасай алмайды. Тайжан бар, білімді жігіт. Ол өзін елдің көзін шайтады. Мұхтар Тайжан, мен ұлтшылмын дейді. Ол өте білімділіктің негізі, ғылыми негізі бар. Білімді адам ана сөйтіп айтады. Өйткені ұлтшылдық адамның туа пайда болатын нәрсе. Өзімен бірге туады ұлтшылдық. Ал ұлтжандылық деген ол жасанды ұғым. Ұлтшылдықтан жырып алынған жасанды ұғым. Сондықтан егер Тайжан, оның қасында мен ана парламентке барсақ, біз халық мүддесіне қайсы заңды қабылдатпаушы едік. Ең болмағанда айтысар едік о жерде. Міне көрдіңіздер ме? О жерге барған қазіргі депутаттардың көбі саяси сауаты төмен. Тек қана билікке жағымпазданған, биліктің шашбауын көтеретін, дерте бұзбайтындар. Бұл үлкен қауіпті нәрсе. Мемлекеттік биліктің 3 тармағы болады. Заң шығарады, атқарады, сот билігі. Бұлар тепе-тең болу керек. А бізде заң шығарушы буын сәпсем мүлдем әлсіз, халықтың мүддесін қорғамай отыр. Халыққа қарсы заңдар шығарып отыр. Әлгі империя өзі құларда дейді, адам түсінбейтін, өте қатыгез заңдар қабылдайды дейді. Міне, бізге неше түрлі заңдарды қабылдап, қазір өздерінің биліктерін сақтап қалу мақсатында жанталасуда.